Себебі бұндай рекламалар, жарнамалар сіздерді наркотический және есірткіге тәуелділікке және есірткі сатуға мәжбүрлейтін доставкалар болып саналады. Себебі мен осында тексеріп көрдім, WhatsApp-қа осылай жаздым, және де мен одан ответ күттім. Және бұл ответінде қазір мен сіздерге айта кететін боламын. Бұл өздеріне жасырын Telegram аккаунт арқылы продажа, яғни сатылымға шығару өздерінің наркотикалық заттарын. Яғни бұл осындай видеолар шығады, жаңағыдай видеолар шығады, айына, аптасына осындай ақша табу керек, таба аласыздар деген сияқты. Ол онша сеніңкірмейтін зат, яғни маған ответ қайтарды. Яғни мен тағы ответ қайтардым, өзімнің тұрғылықты ауылым, немді облысын жаздым, атым жазбадым пока. Қазір маған ответini күтемін. Міне бізде пока бұл сети желіде отыр, қазір жауап беретін болуы мүмкін. Сондықтан мұндайларға көп жоламаудың өтінем, сұранам. Яғни маған міне жазым, мы работаем с наркотические вещества, оплата ден 60-70 теңге көлемінде. Яғни бұл сіздерге айлық ретінде бергенде оларда сіздерде қалай төленетін және көрсететін боламын алдағы. Міне есірткі заттармен жұмыс жасаймыз, төлемі күніне 60-70 теңге, қызықса маған жазыңыз дейді. Бұларды қалай министрство, қалай полицейлер, қалай бұларды басшылық қалмай, назарға алмай отқанын түсінбедім. Телеграмда дедім, ол маған қазір телеграм жібереді, міне менеджер дейді, осыған жаз дейді. Қазір мен ішіне кіріп жаздым телеграмға. Мен телеграмға кірдім. Міне смайлиге жібере салдым. Және ол маған ответ қайтарады. Салам, брат. Және бірдеңе жазып жатыр. Ты ранее заработал это сфере или только слышал дейді. Мен нет дедім. Нет вообще ошын түсінбедім деп әдейі жаза салдым. Бұлай тексеру мақсатында. Және бұл маған ешқандай пока ответ қайтармады. Қазір күтеміз жауап қайтарған.